ерекше дәмі ауызда еритін хворостар дайындаймыз. 4 жұмыртқаға тұз қосып, жақсылап араластырамыз, және мен 3 түске бояйтын болғандықтан 3-ке бөліп алдым. Жұмыртқаға пищевой красительдерді қосып, 3 қамыр илейміз. Мен жасыл, сары және көк түстер жасадым. Сіздер қалаған түсті таңдасаңыздар болады, немесе краситель қоспасаңыздар да болады. Қамырларды салафанға салып 20-30 минутқа қоямыз. Дайын қамырларды жұқа етіп жайып, видеода көрсетілгендей кесеміз. Қызып тұрған майда сарғыш болғанға дейін қуырамыз. Енді кремін дайындаймыз. Ол үшін сгущенканы водяной баняға қойып, ысығаннан кейін сары май саламыз. Сары май толық ерігеннен кейін кремді оттан алып, суытамыз. Және осылай кремін құя отырып жинап шығамыз.